Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Дулат Бабатайұлы «О ақтан жас өлеңі». Оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Дулат Бабатайұлы 1802 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас өңірінде дүниеге келген. Жасында ауыл молдасынан оқып арабша хат таниды. Дулат қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан тұрмыс қалпын өктем зорлықпен бұзған 19 ғасырдың ақыны. Отарлық, озбырлық адамдардың мінез құлқымен ой санасына жат өзгерістер әкелгенін жаны сергек Дулат көзімен көріп, жүрегімен сезініп өсті. Барлық билікті патша өз қолына алды. Жергілікті ұлт арасынан қойылған билеушілер оның қол шоқпарына айналды. Ел құнарлы жерлерінен ығыстырылып, бағыныштының кейпіне түсті. Бұл жайт азамат Дулаттың ойынан шықпай қойды. Сахара даналығын бойына молынан дарытқан ақын, міне осы тарихи жаңа дәуірдің жыршысына ынтымақ бірлігін жоғалта бастаған халқының жоқшысы болды. Дулат өте шыншыл, турашыл, айтарын кімнен болса да тайса алмай бетке айтатын батыл ақын болған. Ақындықты тәңірдің сыйы, елдің жан сырын, мұң шерін толғайтын даналық өнер деп түсінген. Оның аузына бұрын соңды ешкім айтпаған, кеудеме қайғы толған соң, тұнық жырмен жуынам деген сөздің түсуі де содан. Дулаттың өмір сүрген уақыты қазақ халқы үшін ең қиын заман болды. Сондықтан ол шаттық өлең емес, зар заман жырын тудырды. Оның жөнін ұлы жыраудың өзінен артық ешкімде айтып бере алмайды. Қазақтан шыққан әкімдердің қылықтарын ақын жалпылама ғана сипаттап қоймайды. Дулат ондай әкімдердің мінін бетпе-бет алдына кеп айтқан. Оның бараққа, кеңесбайға, ешенге, ақтанға деген арнау өлеңдері ақынның батырлығын көрсететін шығармалар болып табылады. Абайға дейінгі 19 ғасырда өмір сүрген ақындардың ішінде поэзиямызға жаңа бір түр кіргізген ақын Дулат. Қажым Жұмалиев. Бейнероликті тамашалап болсаңыздар оқушылар, келесі ақпаратты есте сақтаңыз. Толғау дегеніміз өмір туралы, қоғам, адам тіршілігі, жақсылық, жамандық, тағы басқа тақырыптарда ақыл өсиет, насихаттық тұрғыда ой қозғайтын әдеби жанр. Толғаудың негізі дидактикалық сарын. Толғау ауызша дамып, біздің заманымызға ауызша жетті. Оқушылар, енді келесі тапсырманы орындаңыздар. Дулат Бабатайұлы деген кім? Қай ғасырда өмір сүрген? Қысқаша баяндап беріңіздер. Оқу тапсырмасы. Төмендегі сұрақтарға толыққанды жауап береміз. Бірінші сұрақ: «О ақтан жас өлеңінің тақырыбы қандай?» Екінші сұрақ: «О ақтан жас өлеңінің идеясы неде?» Үшінші сұрақ: шығарма қай жанрға жатады?